Астана қаласының тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы, руханият коммуналдық мемлекеттік мекемесі, рухани жаңғыру бағдарламасы және Астана қаласының 20 жылдық аясында Қазақстан халық тілдерінің күніне арналған «Менің тілім ұлы дала рухы» 20 қалалық тіл фестивалін өткізді. Фестиваль аясында мемлекеттік тілді дамытуға үлес қосып жүрген әртүрлі сала мекемелеріне Астана қаласы әкімінің тіл тұғыры 2018 құрмет марапаты табысталды. Сонымен қатар қазақ құрмет мейрамханасы басшысы Мұзафаров Берназ Тұрсынбекұлы. Жиылған жұртқа Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театр әртістерінің қатысуымен алаш арыстарының тіл турасында айтқан қайраткерлік сөздерінен монолог ұсынылды. Көргендіктеріңді адаспай жасаңдар. Егер сендер адассаңдар, соңдарынан ерген күллі алаш қаласы адасады. Олар адасса, олардың обал сауаптары сендердің мойындарына жазылады деп жалпақ жұртқа жар салғым келеді. Астана қаласы мемлекеттік академиялық филармониясының Сарыарқа халық музыка ансамблі және Шалқыма халық би ансамблі қазақтың күйі мен биін тарту етті. Сондай-ақ эстрада жұлдыздары Төреғали Төрәлі, Алашұлы тобы, Айгүл Иманбаева, Әсем Омар және басқа да ел өнерпаздары тіл мерекесіне орай өз өнерін халыққа паш етті. Бүкіл мемлекеттің азаматтарын ұлтына, нәсіліне қарамастан біріктіретін ол біздің елбасымыз айтқандай ең негізгі факторымыз мемлекеттік тіл екен. Осы үлкен терең идеологияны халықтың санасына сіңіру. Бірлігі жарасқан мемлекеттің астында бір тілді, бір ұстанымды, бір мақсатты ортақ негізгі фактор ретінде алып көрсететін көріністер көрсеттік. Жалпы бүгінгі іс-шара көп адамдарға үлкен ой салады деп ойлаймын, себебі бұл идеологиялық жағынан, қоғамдық, саяси жағынан өте маңызды. Алдағы уақытта бұл аталған жұмыстар жалғасын табатын болады. Астана қаласының тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы Қазақстан халқын біріктіруші негізгі фактор ретінде мемлекеттік тілдің қолданысын арттырып, тілді қоғамның әр саласында дамыту, толерантты тілдік ортаны құру бағытында, тіл туралы заң талаптарының орындалуын бақылау мақсатында Астана аумағында тілдерді дамыту саласы бойынша бірегей мемлекеттік саясатты ұйымдастырады және ұдайы жүзеге асырады. Астана қаласы әкімдігі тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы